Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Мен сіздерге IELTS бойынша бірнеше кеңес ұсынбақшымын. Ең алдымен сіздер өздеріңіз неше ұпай қажет екенін білу қажетсіздер. Сол балл бойынша өз мақсаттарыңызға барасыздар. Бізде ағылшын тілінде 4 дағды бар: speaking, writing, reading және listening. Осы дағдылар бойынша тоқталып кетсек. Speaking дағдысына тоқтасақ, сіздерге берер кеңесім native сөздерін қолдану. Native сөздері дегеніміз ағылшын тілінде сөйлейтін адамдардың төл сөздері. Идиомаларды көптен қолданыңыз. Advanced vocabulary, яғни жоғары деңгейдегі сөздік қорды қолданыңыздар. Және де егерде сіздерге 2 минут уақыт берілсе, соған сай сөйлеу қажет. Егерде одан аз болып қалса, сәйкес балл қойылады. Reading оқылым бөлімінде зейініңізді босқа кетірмеу үшін skimming және scanning техникаларын қолданыңыздар. Skimming дегеніміз мәтінді жалпы қарап шығу, әр сөзді оқымау. Scanning нақты ақпаратты табу, немесе кілтті сөздермен жұмыс жасау. Ғылыми журналдарды, мақалаларды оқыңыздар. Келесі дағды listening. Есту дағдыларын күннен күнге дамытып жақсартыңыз. Фильмдер, блогерлер, подкастылер, YouTube каналдарын қарап тыңдаңыздар. Және тыңдалым тапсырмаларымен жұмыс жасаңыз. Келесі 4-ші дағды writing. Бұл жерде ең басты кеңес өте көп жазу. Әртүрлі тақырыптарда эссе, мақалаларды өте көп жазыңыз. Немесе көшірсеңіз, әсері өте зор болады. Күрделі грамматиканы қолданыңыз. Егерде listening және reading дағдыларына өзіміз толығымен дайындала алсақ, speaking және writing дағдыларында кері байланыс қажет. Қорытындылай келе, ағылшын тілінде жиі сөйлеңіз және practice, practice, practice. Бейнеролик астында сайттарға сілтемелерді таба аласыздар. Назарларыңызға рахмет.